Шымкенттің халық қай кезде де жүрегі жұмсақ, жүзі жылы. Оған ғасырлар бойы қалыптасқан халықтың менталитетінің бірден бір айғағы деуге болады. Мысалы сізге бір-ақ нәрсе айтайын. Асар деген дүние бар ғой қазақта. Сол асар деген дүние қазір көп жерде жойылып бара жатқан жасырын емес. Бірақ осы Шымкент жұртында, оңтүстік жұртында сол әлі де өз жалғасын тауып, және жүйелі түрде жүзеге асып жатқанын мен өзім талай мәрте куәсі болдым. Мысалы, бір үйде 5-6 бала бар болса, соның кез келгеніне үй соққан кезде сол ағайын туысы, бауырлар бәрі асарлап көмекке келеді. Біз өзіміз де сол асармен үй соққан қазақтардың біріміз. Сондықтан осындай бір қазақилық жойылып бара жатқан кезеңде осындай бір бауырмалдыққа, бір-біріне құрмет көрсетуге, бір-біріне мейірім жасауға, бір-біріне көмек көрсетуге шақыратын осындай дәстүрлеріміз Шымкентте әлі күнге мұртын бұзбай сақталып отыр. Бұл да болса Шымкент жұртының қайырымды, мейірімді екенінің айғағы. Әрине басқа халықтар қайырымды емес, басқа қалалар қайырсыз деуге болмайды. Бірақ бұл өзгелерге қарағанда бәлкім табиғатының жылылығынан шығар, бәлкім халқының сол табиғатпен етене араласқандығынан болар. Осы бір қайырымдылық, осы бір ізгілік Шымкент жұртында әлі күнге өзінің саф қасиетін бұзбай сақталып отыр. Шымкент қайырымды қала.